Армысыздар, қалдарыңыз қалай? Оңғардың Онкар арнасында кезекті шығарылым. Бүгін біз әрине қазір халықтың талқысында жүрген жеңілдетілген автонесие бағдарламасы туралы әңгіме қозғаймыз. Ең алдымен көп адамдар хабарласып жатыр, Инстаграмдағы жеке парақшама жазып жатыр. Автосалонға бардық, өтініш бердік, енді бәріміз бірге ала аламыз ба? Кезекте тұрғандар өте көп екен, бәрімізге жете ме деген сұрақ көп келіп жатыр. Осы сұраққа жауап берем. Және де осы бағдарлама бойынша барлығыңыз көлік кезегіне тұрдыңыздар ғой, біраз тұрды, немесе тұрмағандарыңыз да болуы мүмкін. Одан кейін ары қарай не істеу керек, процедура қалай жүреді, осыны айтып өтемін қазір. Алдымен мына мәселеге тоқталайық. Халық неге осы несиеге көп қатты қызығушылық танытып отыр, барлығы неге көлік алғысы келіп жатыр деген сұраққа тоқталайық. Біріншіден, жаңағы 4% деген ол өте аз, өте арзан, төлеуге оңай болады. Пайыздық мөлшерлемесінің аздығы. Бұл бірінші фактор, бірақ негізгісі емес. Ең негізгі фактор мынау. Алғашқы жарнасының болмауы. Яғни қалтамда көк тиыным жоқ, бірақ автосалоннан барып су жаңа автокөлік мініп кетуіме болады деген ой барлығыңызда болған шығар, және сол ой сіздерді автосалонға жетелеп апарды да кезекке тұрғызып қойды. Бұның алғашқы жарнаның болмауының кері әсері де бар. Мысалы, алғашқысы пайыздық мөлшерлемесінің көп болуы. Яғни, егер алғашқы жарна болатын болса, 10 миллион теңгені алайықшы. Мысалы, қараңыз, 10 миллион теңге. 10 миллион теңгені 7 жылға алатын болсаңыз, 4% мөлшерлемемен ай сайынғы төлеміңіз 136 мың теңге. Және де жалпы несие бойынша переплата 1 миллион 481 мың теңге шығады екен. Егер бұл жерде сіз алғашқы жарна төлейтін болсаңыз, 10 миллионның көлігін алған кезде 2 миллион теңгесін төлейсіз. Қайда кетіп қалды? 8 миллионы теңгесін несиеге рәсімдеген кезде ай сайынғы төлеміңіз 109 мың болады, ал қалған 1 миллион 185 мың теңгені 7 жылда сіз артық төлейсіз. Бұл жалпы қалай есептелетін нәрсе екенін тоқталайыншы. 10 миллион теңгені дұрыстап есептейік. Мысалы, жылдық пайыздық мөлшерлеме 4% дейді. Бұл жалпы не? Қазір өзі халықтың бәрі айтып жүр ғой. Банктер бірінші пайыздың процентін төлетеді, содан кейін барып біздің негізгі қарызымыз жабылады деп. Бұл өзі жалпы солай ойластырылған нәрсе пайыздық мөлшерлеме деген. Банкте істейтін адамдардың барлығы ол енді асқан математиктер, банкирлер, экономистер ғой. Ол солай ақша табу үшін ойлап табылған механизм. Мысалы, 10 миллион теңгенің 4% 400 мың теңге. Ол жылдық пайыздық мөлшерлеме деп есептеледі. Яғни, бір жылда 12 ай бар, ал сол 12 айның ішінде сіз 400 мың теңгені переплата жасауыңыз керек. Сонда 10 миллион теңге қарызыңыз болған кезде, сіз бірінші ай төлеген кезде жаңағы 400 мың теңгенің 12 айы, 12-ден бірінші айға пайыз қып төлейсіз. Яғни, ол жерде 33 мың 300 бір нәрсе теңге болады. Бірінші айдағы пайызыңыз 10 миллион теңгеден. Екінші айда сіз қалған 133 мың пайыз төледіңіз, 100 мың теңгесін негізгі қарызды төздіңіз, келесі айда 9 миллион 990 мың шамамен негізгі қарызыңыз қалады. Келесі айдағы пайыздық мөлшерлемеңіз сол ақшадан есептеледі. Яғни, келесі айда 32 мың бір нәрсе процент төлейсіз де, 101 мың теңге сіздің негізгі қарызыңыз жабылады, және ай сайын солай азая береді. Ал 8 миллион теңге болса, тіпті арзандайды. Мысалға, 8 миллион теңгенің 4% бір айда 26 мың 600 бір нәрсе теңге болып шығады. Яғни, сіздің үстінен төлейтін пайызыңыз азаяды. Екінші минусы, екінші кемшілігі жаңағы алғашқы жарнаның болмауының мынау. Банк сіздердің табысыңызды өте қатты тексереді. Егер пайыздық мөлшерлеме болатын төлейтін жағдайда, банк біледі, сіз бұған дейін жаңағы 2 миллион теңгені бір нәрсе қылып жинадыңыз ғой. Ай сайынғы жалақыңыздан белгілі бір суманы 50 мың теңге, 100 мың теңгені жинап, жаңағы мен көлік алам деп, соны бөлек сақтадыңыз. Яғни, сізде ондай қасиет бар және мүмкіндік бар екенін біледі деп, банк сізге беретін қарыз сізге көбірек сенеді. Қысқаша айтқанда, ал пайыздық мөлшерлеме жоқ, ол сіз ақша жинай аласыз да, сіздің жалақыңыздан бөлек ақша қалама қалмай ма, оны банк білмейді ғой. Сондықтан ол сіздің
зейнетақы жинағыңызға ай сайын түсіп жатқан ақшаны есептейді, бұрынғы несие тарихыңызды қарайды, қосымша табыстарыңыз бар ма жоқ па қарайды, отбасыңызда неше адам бар және олардың табыстары қанша, сіздің отбасыңызды асырау үшін қанша ақша керек, осының барлығын есептейді. Сонда көп адамның осы несиені алуға мүмкіндігі болмай қалады. Пайыздық мөлшерлеме болмағандықтан, жаңағындай айтып отырғандай, банк сіздердің мүмкіндігіңізге өте қатты тексереді, себебі олар сіздің төлеу қабілетіңізге 100% сенімді бола алмайды. Енді жаңағы бірінші алғашқы сұраққа осы жерден қайтып ораламыз. 2000-нан астам адам, бір тәуліктің ішінде 2000-нан астам адам автосалондарға барып, көліктің кезегіне жеңілдетілген несиемен аламыз деп кезекке тұрып кеткен екен. Мен екінші күні, 17-сі күні өзім барып көрдім, автосалондарға түсірілім жүргізуге мүмкіндігім болмады, өз шаруаларымен асығыс барып кеттім, бірақ бірнеше адаммен сөйлесіп үлгердім. Олардың айтулары бойынша, олар тек өздері ғана емес, жіберген ата-аналарының басқаларының да аттарынан кезекке тұрып жатыр. 2 адам, 3 адамның атынан кезекке тұрып жатқандарын көрдік. Яғни олар артық кезекке тұрды. 2000 бір нәрсе адамның ішінде артық кезекке тұрғандар өте көп. Мысалға 3 адамның атынан барып кезекке тұрады, олар отбасындағы өзі, әйелі, тағы баласы барып 3 көлік алмайды, олар біреу ғана алады. Яғни жаңағы кезекке тұрғандардың 50% атпадайды деген сөз ғой, былайша айтқанда. Одан қалды, жаңа айттық, тексеру өте қатал жүргізіледі банк тарапынан. Оның біз мойындауымыз керек, қазіргі біздің халқымыздың табысы өте жоғары деңгейде деп айту мүмкін емес. Көбісі ауылдық жерлерде 60 мың, 50 мың теңге жалақы тауып жүргендер бар. Ал жаңағындай банктың тарапынан тексеру келген кезде оларға көбінесе отказ келіп жатады. Яғни кемінде тапсырыс берген адамдардың кемінде 50% көлік алмайды, әйтпесе 80%-на дейін бұл тізімге тұрғандардың көлік алуына мүмкіндігі жоқ деп айтар едім, өкінішке орай. Олар автосалонға барды, үміттенді, ниеттері бар, алғылары келеді, бірақ өкінішке орай барлығына бірдей берілмейтін нәрсе екеніне біз көзіміз жетуі керек. Енді тапсырыс бергеннен кейін мәселе қалай болады? Сізге автоцентрдан, жаңа автосалоннан менеджер хабарласады. Мысалға сіз Hyundai Accent'ке тапсырыс берсеңіз, менеджер хабарласады. Мынандай Hyundai Accent тұр, комплектациясы осындай, түсі осындай, басқа нәрселерді айтады. Егер сізге осы көлік жарайды деп айтсаңыз, келіңіз, сізге счет на оплату, яғни төлем шотын берем дейді. Сіз барасыз, ол счет на оплатуда, төлем шотында міндетті түрде сіз таңдаған көліктің ВИН-коды жазылу керек қазіргі талап бойынша. Себебі екінің бірін банкқа жүгірткісі келмей жатыр да, себебі бәріне бірдей счет на оплату берсе, жаңағы кешегі 2000 адамның барлығы автосалоннан шығып банктерге баратын еді. Сондай нөпірді болдырмас үшін, жайдан-жай адамдар сандалмас үшін жасалған нәрсе негізі осы. Бәрібір көлік жоқ па 2000 адамның барлығына беретін. Сосын счет на оплатуды алдыңыз, банкке барасыз, банк сіздің неңізді, мүмкіндіктеріңізді қарайды, немесе одобрение, немесе отказ береді. Одобрение берген жағдайда сізге гарантийное письмо деген нәрсені береді. Гарантийное письмоны сіз аласыз, ол 5 күнге немесе 10 күнге жарамдылық мерзімі болады. Ол қағазда жазылады. Міне мен осындай адамға, осындай құжаттарыңыздың данныйлар жазылады. Осыншама сомма несие беруге дайынмыз деген банктың қағазы болады. Сіз ол қағазды алып қайтадан автосалонға барасыз. Міне маған банк айтты, сізге осындай несие беруге дайынбыз деп айтты, маған көлігімізді беріңіздер дейсіз. Одан ары қарай сіз тағы да сол бірнеше күннің ішінде сол көлікті рәсімдеуіңіз керек. Ол уже автосалондардың менеджерлері сіздерге нақты түсіндіреді, қалай болатын. Сосын банк шотыңызға немесе автосалонның шотына ақшаны аударады. Содан кейін көлікті сіздің атыңызға түсіреді, жаңа көлікті. Содан кейін ол көлікті қайтадан барып сіз банкке барып кепілдікке қоясыз. Егер несиені болашақта төлей алмайтын қалатын жағдай болған кезде, банк сіздің көлігіңізді алып қоюға мүмкіндігі болу керек. Ол міндетті түрде залогқа тұрады. Яғни оның да процедурасы өте күрделі, оның арасында каска жасау керек, анасын жасау керек, мынасын жасау керек деген тағы құжаттарының мәселесі өте көп.
Айтпақшы мынадай мәселе, жеңілдетілген несие бойынша көліктерге сұраныстың артқанын білдік қой. Тура кеше ғана осы бойынша дүйсенбі күні брифинг өтті. Ол жерде Қазақстан автобизнесі қауымдастығы, яғни бізде шығарылатын, құрастырылатын көліктерге жауапты орган деп айтайықшы, олар түсінікті болу үшін. Олар айына 7000 көлік дайындауға кірісіп жатырмыз деп уәде берді. Егер соншалықты мүмкіндіктері болатын болса, бір 2-3 айда жаңағы 100 миллиард теңгені жоқ қылып жібереміз ғой біз. Себебі ол 7000 көліктің барлығы бірдей осы жеңілдетілген автонесие бағдарламасы бойынша сатылмайды, яғни 15 миллионнан көбі қымбат болуы мүмкін. Одан бөлек қолма-қол ақшаға, трейдингқа, басқа несиенің түрімен алынып сатылып кететіндері болады. Сондықтан да оның барлығы жеңілдетілген несиемен сатылмағандықтан бір 3 айдың көлемінде біз бұны ақшаны тауысып, сосын револьверлік тәсілді күтіп отыруымыз мүмкін. Сонымен айтқым келген нәрсе, жаңағы кезекке тұрғандардың қорыта айтқанда барлығы бірдей көлікті ала алмайды, өкінішке орай. Келесі мәселе процедурасын қалай болатынын түсіндіріп өттім. Енді дәл қазір менің білуімше банк центр кредит қана заявкаларды қарастырып жатыр дейді. Себебі өндірісті дамыту қорынан әлі толық ақша бөлінбеген екен. Мен қазір оларға сұрау жіберіп қойдым, қандай жауап болады және барлық банктерге ақша қашан түсетінін ертең үміттенем, ертеңгі шығарылымда толық сіздерге айтып жеткізіп берем. Егер де осы мәселе бойынша қандай да бір сұрақтарыңыз болса, түсінбеген жерлеріңіз болса, пікірге жазыңыздар. Мен сол мәселе бойынша сұрап, келесі шығарылымда сол сұрақтарға жауап беруге барынша тырысамын. Әзірге осы, арнаға жазылыңыздар, пікір жазыңыздар, лайк басыңыздар, амандықта жүздесейік. Алғыларыңыз келгендерге барлығыңызға бірдей бір темір тұлпар бұйырсын.